Қайырлы күн, бүгін сіздермен пикантный салат дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеле кетіңіз. Алдымен светофор бұрыштарымызды ұзынша етіп турап аламыз. 3 бұрышты немесе ұзынша етіп, әркім өз қалауынша тура береді. Мен осылай турап алдым, 3 бұрышты етіп. Сосын қиярымызды турап аламыз. Осылай ұзынша қылып турап алдым. Қатты кішілеу емес, үлкен-үлкен қылып турадым. Содан кейін қызанағымызды осылай турап аламыз. Бұны да қатты кіші емес, орташа етіп, ұзынша қылып тура береміз. Барлығын ыдысымызға саламыз. Одан кейін біздің соленый огурцымызды турап аламыз. Қалауыңызша мен осылай турадым. Барлығын ыдысымызға салып, зелендерімізді салып аламыз турап. Сосын етімізді турап, сковородкеге қуырып аламыз, қызартып. Үстіне тұз бұрышын саламыз қалауымызша, дәміне қарай. Етіміз қуырылып жатқанда осылай кішкене ғана жуадан турап салып жібереміз. Негізімен де бұл басқа салатқа туралған. Осыдан кішкене алып салып жібердім. Және сарымсағымыздан көбірек қылып тураймыз. Етіміз пісуге жақын қалғанда сарымсағымызды майға салып жіберсек, салатымызға өте керемет дәм беретін болады. Барлық дәмдеуіштерді, мөлшерін описаниеге қалдыратын боламын. Енді бұл салатты жасап көріңіздер, дәмі өте керемет болады. Жасап көруге кеңес беремін. Парақшама кіріп, тіркеліп алыңыздар, неше түрлі рецептерді таба аласыздар. Осымен біздің салатымыз дайын болды, өте керемет болып шықты.